Ассалаумағалейкум достар. СГУ туралы сұрапты. Десеке сіз СГУ саласыз, қоясыз дейді, достар. СГУда арнайы көліктер қояды, вездеходтар қояды. Вездеходтың өзі бірнешеге бөлінеді. Спецтехникалар қояды, спец разрешениясы барды, VIP кортеждер қояды, элита кортеждер қояды. Гулянғында балдар қояды, мысалы үй жағына барған кезде басқа қояды. Енді достар, сіздің көлігіңіз жеке номер, яғни 3 санда бітетін 800, мысалы 800 КАЗ 17 дейік, мысалы 3 цифр ғой, дұрыс па? 3 сан, 3 әріп. 3 әріп болғандықтан сіз жеке тұлға болып есептелесіз. Сіздің айыппұлыңыз 87 000 теңге. Енді сіздікі 800 АА дейік. Яғни ол уже служебный нелер 1 миллионнан 6 миллионға айын айыппұл салады. Оны ешқандай ГАИ самайды айыппұлды. Естеріңізде болсын. Май қызметкері көрді ма нарушенияны, ол тек қана хаттама толтырушы. Ол хаттама толтырып сотқа жібереді. Кез келген нарушенияны сіз өзіңіз келіссеңіз болды, ол сіздің кәсібіңізге келеді. Сіз келіспесеңіз, оны әкімшілік құқық бұзушылық туралы сот шешеді. Яғни сот шешеді. ГАИ шешпейді. ГАИ сенде қандай леп тұрған шешпейді. ГАИ сенде арнайы СГУ тұрма, или басқа нәрсе тұрма, оны шешпейді. ГАИ сенде қара терезе тұрма, ақ терезе тұрма, оны шешпейді. Оны сот шешеді. Егерден сіз өзіңіз нарушениеңіз келісіп қол қойсаңыз, дұрыс. Өзі сіз мойындадым деп отырсыз. Сіз мойындағандықтан келіседі. Енді сіздің ісіңіз сотқа өтіп кетсе, сот сізді кінәлі деп таныса, сізге 50% жеңілдік болмайды уже. Каспийда полный төлейсіз. СГУ 87 000 ба? Болды, полный төлейсіз. Енді СГУ мен сталсаңыз не болады дейді? СГУ мен сталсаңыз стоянка болады. Және де соттың шешімінен кейін, постановление немесе шешімінен кейін сізден СГУ деген специально говорящее устройство, яғни арнайы құрылғы, дыбыс беруші, шештіріп алады. Бана шеш берген жігіттің ақшасынан төлеттіреді, достар. Электрик келеді, шешет, битеді. Бұда специальное говорящее устройство тұр деп дәлелденеді, айтады, міне деп сөйтіп айыппұл салынады. Жеке тұлғаға 87 000. Служебныйларға не үшін көп? Өйткені юридический лицо и физический лицо деп бөлінеді. Жеке тұлға, заңды тұлға. Заңды тұлғаға не үшін көп айыппұл салады? Өйткені ол заңды шертіп білу керек. Заңды тұлғаға только СГУ-ға емес көп салатын. Кез келген нарушенияға, кез келген құқық бұзушылыққа заңды өкілге